Назарларыңызға Рокки 2 фильміне қысқаша мазмұндама. Рокки Бальбоа ауыр чемпион Аполло Кридпен болған алғашқы жекпе-жектен кейін жарақаттанса да, әйелі Эдрианмен жаңа өмір бастауға тырысады. Ол боксшы мансабын қойып, қарапайым жұмыс істейді, бірақ ақша жетпей қиындықтарға тап болады. Аполло болса, жұрттың Рокки сені жеңді деген әңгімелерінен кейін ашуланып Роккиді қайта жекпе-жекке шақырады. Ал Эдриан қарсы болады. Роккидің көзіне қауіп төнеді. Кейін Эдриан ауруханада есін жиып, Роккиге жең деп қолдау білдіреді. Осыдан кейін Рокки бар күшін жинап, жаттығуды күшейтеді. Финалда Рокки мен Аполло екінші рет кездеседі. Бұл өте ауыр, тең дәрежелі жекпе-жек болады. Соңғы секундтарда Рокки нокаутпен жеңіп, әлем чемпионы атанады. Фильмнің негізгі идеясы ең қиын сәтте де сүйіспеншілік пен жігер адамды жеңіске жетелейді. Ешқашан адам қайтпауы керек.